Wildberries'те белый возбен жұмыс жасаған дұрыс па, әлде каргомен жұмыс жасаған дұрыс па? Екеуінің қандай рисктері бар? Сол бойынша айтып өтетін боламыз. Новичок болсам, қайсысын таңдаймын? Практик селлер болсам, қайсысын таңдаймын? Оборот 1 миллион, 10 миллион, 50 миллион оборот жасап жүрген болған кездерде қалай жұмыс жасаған дұрыс? Және қай жерде қандай рисктер бар? Сол бойынша бүгін полностью ашып айтып өтетін боламын. Мен Арман Сыдықбай, Қытайдан тікелей завод фабрикадан 100 миллионнан жоғары закуп жасап, айына 60-70 миллион оборот жасап жүрмін. Сондықтан бүгін мен сендерге белый воз теория емес, практика ретінде түсіндіретін боламын. Сонымен қатар белый возмен жұмыс жасай отырып, қалай миллион табамыз? Осы сұраққа видеоның соңына дейін қарағандар жауап алады. Кеттік, ехала, go. Белый воз деген не, және ол не үшін керек? Қарапайым тілмен айтқанда, белый воз бұл товарды толықтай заңды түрде алып келу. Товардың происхождение товара болады, одан кейін ГТД, одан кейін сертификация, декларация, СГР полностью документированный болатын болады. Яғни сен мемлекетке ашық жұмыс жасайсың. Ертеңіне налоговыйдан келіп тексеретін болса, смело ашып қағаздарыңды көрсете аласың. Белый возбен қандай суммада бастаған жөн? Мысалға айтатын болсақ, бұл жерде 10 миллионнан жоғары. Менің рекомендациям бұл жерде сіздің 10 миллионға ішіне кіретін жаңағы товардың закуп ценасы, логистика и одан кейін обязательно жаңағы товардың документациясы. Неге бұл маңызды? Себебі маркетплейсте бизнесіңіз өскен сайын сіздің жауапкершілігіңіз де артады. И артыңыздан да налоговый мемлекет тексеретін болады. Сол себепті сіз белый возға дальнейшем өтуіңіз керек. Обязательно. Мына жерде қарайтын болсақ, бастапқыда сіз каргомен жұмыс жасаған кезде 20, 30, 100 мың штукқа дейін сата аласыз. Одан кейінгі уже үлкен партияларды, мысалға контейнермен алып келетін болсаңыз, бір фуралап алып келетін болсаңыз, ол кезде товарыңызды уже полностью белый растаможка жасаған дұрыс. Происхождение товара, инвойс, одан ары қарай жаңағы сертификация, декларация, если СГР керек болатын болса, обязательно СГР жасату керек. Одан кейін уже ертеңіне налоговый тексеретін болса, сіздің происхождение товара бүкіл нәрсесі тұратын болады. Тағы бір нәрсе, бұл жерде бренд. Егер сен өз брендіңді на долгосрок жұмыс жасап көтергің келсе, ол кезде обязательно белый возмен жұмыс жасауыңыз керек. Ол жерде сіздің товарыңыздың сертификациясы, декларациясы, жаңағы айтқандағыдай происхождение товары, ГТД, одан кейін СГР дегенде осы документтердің бәрі толыққанды болатын болса, сізді тексерсе, ол кезде смело көрсете аласыз. Чоп-почем не болатын. Мына жерде қарайтын болсаңыз, бірінші, то, что сіз обязательно товарный знак ұруыңыз керек, өзіңіздің атыңызға мысалға алатын болсақ, бұл жерде СНГ бойынша сіздің товарыңызды, товарный знак, пока товарыңыз Қытайдан шығам дегенше, сіз брендіңізді қалыптастырып кетуіңіз керек. Не себепті десеңіз, бұл жерде ертеңіне мемлекет, мысалға сіздің товарыңыз границада келе жатыр Қытайдан Алматыға немесе Москваға өткісі келеді. Сол уақытта, если сіздің товарыңыз документациясы, происхождение товары болмайтын болса, сіздің товарыңыз жолда обязательно конфисковать ететін болады. Ол кезде товарыңызды полностью мемлекет тарапына өтетін болады. Мысалға айтатын болсақ, белый возда сіздің товарыңыздың документациясы дұрыс болмаған жағдайда, бұл жерде 3 дорожка бар. 3 дорожка ол жерде жаңағы красный, желтый и зеленый. Если сіздің товарыңыздың тек документациясы ғана дұрыс емес болған жағдайда, ол кезде желтый дорожкаға түсетін болады. А если жаңағы товарыңыз запрещенный товар болса, ол кезде красный дорожкаға түседі. А красный дорожкаға түскен товар ешқашан қолыңызға қайтпайтын болады. Мемлекет тарапына өтеді. Көп адамдар ойлайды, карго жаман, белый воз жақсы деп. Но бұл кеңінен таралған өтірік. Карго стартқа арналған инструмент, ол жерде мысалға айтатын болсақ, сіздің товарыңызға документация, жаңағыдай декларация, СГР ештеңе жасатып жүрмейсіз официально. Ал белый возда осын бәрін жасатып жүру керек. Не себепті карго стартқа оңай десеңіз, сіз документацияға расход болмайсыз. Былай айтқанда товарыңызды по серому алып келіп, маркетплейстерде немесе былай сатып, тез ақшаңызды көтеріп алу арқылы белый возға өтетін боласы дальнейшем. Каргода былай айтқанда сіздің товарларыңыз официально келмейді. Бұл жерде сізде риск бар, то, что товарыңызды полностью конфисковать етіп жіберу мүмкін. Енді каргода бірнеше кісілердің товарлары, товар общий контейнерде немесе
бірнеше адамдардың товарлары аралас келе береді. Товар көбінесе компанияның атымен рәсімделеді. Бірақ проверка кезінде ұстап алса, сен жауап бересің. Товарың толықтай законды болып кірмейді. Сәйкесінше товардан айырылып қалу қаупі всегда болады. Және де әрдайым уайыммен жүресің. Ақшаңды рискке қоясың. Белый возда товарыңыз елге толықтай заңды рәсімделіп кіретін болады. Сіздің атыңызға толықтай декларация жасалады, сертификация. Одан кейін, если СГР керек болса, СГР жасату керек болады. Ресми инвойс болады. Және де полностью сертификаттар бар және заңды кіретін болады товарыңыз. Белый возбен жұмыс жасағанда, бірінші Қытайдағы заводта разрешение болу керек на экспорт. Одан кейін екінші инвойс алдыртасыз сол заводтан. Одан кейін товарыңыз, когда границаға келген уақытта, брокерден сіз обязательно ТНВ код алып, сол товарға сертификация, декларация, СГР документін обязательно жасатып қойыңыз керек. Одан кейін обязательно жаңағы ГТД документациясы болады. ГТД грузовой таможенный декларация. И содан соң границаға барып, сіздің товарыңызды СВХ-ға түседі. СВХ-ға түскен соң, если документтеріңіздің бәрі дұрыс болатын болса, зеленый коридормен өтетін болады. Бұл жерде 3 коридор бар, жаңағы айтқандағыдай. Бірінші коридор красный, желтый и одан кейін зеленый. Если сіздің документтеріңіз дұрыс болмайтын болса, происхождение товара болмайтын болса, ол жерде сіздің товарыңыз екінші дорожкаға түсетін болады. Если екінші дорожкаға түсетін болса сіздің товарыңыз, ол кезде документация бәрін жасатып, товарыңызды алсаңыз болады. И одан кейін үшінші красный дорожкаға не үшін түседі? Ол жерде сіздің товарыңыз запрещенный товар болса, сол кезде красный дорожкаға түсіп, мемлекеттің атына өтіп кететін болады. Егер де сіздің товарыңызды белый возбен алып келіп сататын болсаңыз, синий галочка алсаңыз болады. Синий галочка бұл жаңағы үлкен крупный брендтерді көргенсіз ба? Селимакс, там, Хаггис деген сияқты сол жерлерде синий значок тұрады. Ол сіздің товарыңызға былай айтқанда буст береді. Ол буст негізі сізге товарыңызды топқа көтеруге и клиенттердің довериясына кіруге болады сонымен. Бұл процестің сыртынан қарайтын болсақ, күрделі болып көрінеді. Бірақ бөлшектесек, өте логично и понятно. Және бір периодта онсыз саған ВБ-да ақша табу невыгодно болады. Бірінші поставщикпен жұмыс жасаған кезде инвойс, пакинг лист сияқты базалық құжаттар керек. Екінші товардың категориясын тексеру керек. Мысалға, әр товардың өзіне керекті документтері бар. Ол жерде бірінші қарайтын болсақ сертификация, ол сертификация керек болса, обязательно сол товарға сертификациясын жасату керек. Екінші, ол жерде декларация. Декларацияны тоже жасататын боласыз. Кейбір товарларға сертификация, декларация қажет етпейді. Ол тек қана отказной письмомен бітеді. Бұл жерде ең соңғы документ түрі СГР. Свидетельство о государственной регистрации. Бұл ең қиын документация, былай айтқанда. Бұл жерде документацияға кемі миллион теңгеден 76 миллионға дейін кететін болады. Ал сертификация, декларация документтеріне ары кетсе 500 мың миллион теңгемен шешілетін нәрсе. Үшінші, бұл жерде таможенный брокер. Бұл жерде өзің бәрін үйренем деп уақытыңды құртқан вообще қажет емес. Лучше сол брокерге қандай товарға, қандай документация керек деп сұрап, услугасына төлеп, соның бәрін ақшасын төлеп жасатасаған дұрыс болады. Төртінші, логистика. Авто немесе авиа. Біз көбінесе авто перевозкамен қолданамыз, потому что бұл жерде товардың себестоимости арзан келеді. Автоперевозка, мысалға Қытайдан Алматыға дейін 0,8-ден 1,2, 1,3, 1,5 доллармен келеді. Ал Москваға жеткізетін болсақ, ол жерде 2-ден жоғары. Автодоставка уақытысы Қытайдан Алматыға дейін 7-14 күнде. Ал Москваға 15-16 күн, 20 күнге дейін созылатын болады. Ал авиадоставканы айтатын болсақ, бұл жерде 7-10 доллардан басталады. Кейбір кезде 25 долларға дейін көтеріліп кетеді. Бірақ бұл жерде скорость доставки өте тез. Ал енді экономически санайық. Белый воз шынымен де тиімді ме? Көп адамдар ойлайды, белый воз өте қымбат деп. Себебі олар тек бастапқы шығынға ғана қарайды. Құжат, сертификация, декларация, логистика, растаможка. Сырттай қарағанда шынымен де шығын көп сияқты. Не себепті десеңіздер, бұл жерде сертификация, декларация, жаңағы СГР документациясына, растаможкасына көп кетеді деп ойлайды. Но бастапқыда соған бір рет төлеп қоятын болсаңыздар, ол құжаттарыңыз 1 жылдан, 3 жылдан, 5 жылдан жарамды болады.
Бірақ бұл жерде каргоға қарағанда белый воздың доставкасы арзан шығады. 0,4 доллардан 0,8 долларға дейін. Ал карго доставка 1 доллардан жоғары. Соның нәтижесінде бастапқыда көп ақша жұмсағандай боп көрінгенмен, бұл жерде бір тауардың себестоимости төмендейді. Ал бұл не береді? Тұрақты маржа, бағаның демпингке түсіп кетпеуі, одан кейін акция кезінде минусқа сатпауыңыз. Тағы да бір маңызды момент, бұл жерде сіз поставщиктің алдында довериеңіз жоғары болады. Өйткені сен бір реттік алып сатар емес, бизнес серіктес боласың. Жақсы бағаға келісуге мүмкіндік ашылады. Эксклюзив немесе арнайы шарттар сұрай аласың. Тұрақты логистикаға келісу оңайырақ болады. Яғни белый воз тек заңды жұмыс ғана емес, ол масштабқа шығудың нақты құралы. Негізгі рисктер: неге көп адамдар күйіп кетеді? Белый воздың өзі қауіпті емес, қауіпті адамдардың қалай кіруі. Бірінші үлкен қателік адамдардың эмоциямен кіріп кетуі. Адамдар бір трендті көріп, мынау бәрінде жүр екен деп ойлайды. Содан соң белый возға кіріп, бұл тренд болып жатыр деп, ертеңіне қадалып жатады документациясын, сертификациясын дұрыс жасамаған соң. Бірақ ресми импортта қателесу жай қателік емес, бұл үлкен финансовое напряжение. Екінші, адамдар документациясын түсінбей заказ беріп жатады. Товардың прайсқа женесін қайдан алуын білмейді, инвойсты қайдан алуын білмейді, сертификация қайдан жасату керек екенін білмейді, ГТД-ны қайдан алу керектігін білмейді. И сол себепті кейін қадалып жатады. Үшінші, бұл жерде бірден үлкен партиямен заказ беру. Көп кісілер трендті қарайды, мына жерде тез ақша көтеріп алам деп, үлкен партияда заказдар беріп жатады. Но бірақ та ертеңінде ол рынокты дұрыс анализ жасамаған, ол нишаға әлі орнықпаған соң, үлкен партия заказ беру өте қауіпті. Сондықтан да белый воз асығып жасайтын процесс емес. Ең дұрыс жол, ол ең бірінші нишаны толықтай анализ жасап алу. Документтерін қарап алу. Сертификация жасату керек па, декларация жасату керек па, инвойсты қайдан алатын, осын бәрін біліп алу керек. Бастапқыда кішігірім партиямен бастап, тест жасап, сол нишада орнығып алған дұрыс. Если ол нишада уже нормально өсіп алған соң, продажалар болып жатса, уже үлкен партияға көшсеңіз болады. Белый воз жылдам ақша көтеріп алатын инструмент емес. Бірақ дұрыс жасасаң, ұзақ мерзімді тұрақты бизнес қалыптастырасың. Қарапайым тілмен айтқанда, белый воз уже новый уровень. Бұл жерде сіз масштабқа шығатын боласыз. Басында карго көмектеседі, арзан бағада алып келіп, рынокта демпинг жасап сатуға. Но в дальнейшем белый возға өту арқылы сіз полностью товарыңызды заңды түрде жұмыс жасайтын боласыз. Ертеңіне налоговый келіп тексеретін болса, смело ұйықтай бересіз. Мен Арман Сыдықбай, Wildberries бойынша практик экспертпін. Айына 60-70 миллион оборот жасап жүрміз. Қазіргі таңда Қытайдан 100 миллионнан жоғары закуп жасадық. Дәл қазір мен сізге арнайы ұсынысым бар. Басқа эксперттер сияқты обучение сатпаймын. Обучение ниша полностью тегін. Бұл жерде тек біздің логистикалық компаниямен серіктес болып жұмыс жасайтын болсаңыз болды. Толық ақпарат алу үшін описанияға өтіп, сілтемені басыңыз. Достар, видео пайдалы болса, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіз, каналға жазылыңыз. Сіздермен болған Арман Сыдықбай. До встречи.